Баршаңызға сәлем. Бүгінгі шолу «Открытая могила» фильміне. Джон есімді орта жастағы ер адам есін жиып, жан-жағына қарауға тырысады. Ол қатты суық пен сасық иістен оянады, қолымен қалтасындағы оттықты алады және қолында тістеген іздерін көреді. Оны олардың барлығын жануар емес, адам қалдырғанын түсінеді. Найзағай жарқылы аймақты жарықтандырғанда, Джон шұңқырдың ішінде адам денелеріне толы екенін түсінді. Жоғарыдан әлдебір қозғалысты естіген ол көмекке шақыра бастады. Осы кезде жоғарыдан біреу арқанды түсіріп жіберді. Шығып, ол өзімен бірге нөсер жаңбырда адамның мәйіттерінің арасынан табылған тапаншаны алып кетті. Адам көмек іздеп орманды аралап жүр. Бірнеше минуттан кейін ол жалғыз үйге келеді. Терезеден мұқият қараса, Джон бейтаныс адамдарды көреді. Ішке кірген ол біраз уақыт қарулы Лукаспен кездесіп, бір-бірін мылтықпен ұстауға тырысады. Кімнің кім түсіне алмай тұрғанда, олардың дауын осы уақыт бойы еденде ес-түссіз жатқан жаралы жігіттің айқайы бұзады. Бұл үйдегі компания Джон келгенге дейін жарты сағат бұрын оянған екен. Олар аты жөні жазылған бірнеше жүргізуші куәлігін тапты. Шерен, Майкл, Лукас, Эйтен есін жиды. Мылқау Қытай иесі үйді жөндеп жатқанда. Ол арқанды шұңқырға лақтырған болатын. Үйдегі әйел ағылшын тілін түсінбейді және сөйлей алмайды. Осы уақыт ішінде ол өзін барлығын білетіндей ұстайды, тіпті ана тілінде бірдеңе жазуға тырысады. Бірақ оны ешкім түсінбейді. Үйді қарап шыққан компания азық-түліктің толық қорын, сонымен қатар шағын қару қоймасын тапты. Қытайлық әйел сәтті пайдаланып, орманға қашып кетеді. Олар қуып жету керек деп шешіп, Джон, Лукас және Шерен барады. Ер адамдар арасында шиеленіс және бір-біріне деген сенімсіздік бар. Қыз оларды тыныштандырады, ондан да біріккен дұрыс деп сендіреді. Бұл уақытта Майкл мен Нейтан өз әсерлерімен бөліседі. Олар өткендерін есіне түсіре алмайды, бірақ бұлшықет жады қатты жұмыс істейді. Майкл қаруды оңай басқара алады. Сонымен бірге Нейтан медициналық анықтамалықтарды ақтарып, олардың не туралы жазып жатқанын бірден түсінеді. Жігіт бірнеше тілде сөйлей алатынын да түсінеді. Осы сәтте Джон, Лукас және Шерен орманда тікенексінмен оралған бірнеше мәйіттердің көреді. Олар алыс емес сарайды көреді. Олар ішке қараса, сыртында шынжырда отырған әйелді көреді. Ол зомби кейіпті еске салады, бірақ сонымен бірге ол анық айқайлайды, оны қолданғандарын айтып, бір соққымен оны құлатып түсірген. Джон қайғылы Қытай әйеліне қарады. Ол тұтқынның көмегімен ақпаратты жеткізуге тырысқан көрінеді. Лукас қорадағы бақылау камерасын байқап, үйдің бір жерінде басқару пульті мен бақылау мониторлары болуы керек деп есептейді. Қайтып оралған Джон бөлмені іздей бастайды. Таңертең компания күн сәулесімен аймақты көру үшін барлауға шығады. Майкл мен Қытай әйел үйде қалады. Қалғандары орманда екі көлікті табады. Олардың бірінде Лукас Джонның артқы жағындағы фотосуреттің қай жерде түсірілгенін табады. Жігіт бұл адам олардың компаниясынан деген қорытындыға келеді, бірақ ол бұл суретті кім түсіруге болады деп сендірді. Осы кезде Майкл шуды естіп, сол жаққа қарай жүгіреді. Ол тікенек сымға оралған жартылай жалаңаш жігітті көреді. Оған көмектесуге тырысып, жігіт бейтаныс адамның қолын беруді сұрап, және оны күшпен тартып алады. Және ол Майклдың мойнындағы сымды күшпен қатайтады. Уайымдаған Қытай әйел басқаларға жүгіреді, бірақ олар жігіт соңғы демін алған сәтте келеді. Шығудың жолын іздеу керек деп шешіп, Джон мен Шерен аумақты тексереді. Джон мен Шерен көлікпен аумақты тексеруге барады. Қираған ғимаратты көріп, олар қашып бара жатқан баланы байқайды. Бала ер адамның атын атап, барлығына қауіп төніп тұрғанын айтып, бірден қашып кетеді. Үйде досымен қалған Лукас басы қатты ауыра бастайды. Оның есінде бірнеше естеліктер пайда болады, және досы бір-бірін жақсы білмейтініне сендірді. Қытай әйелінің қолын алады. Содан кейін бәрі осымен тоқтап, барлық белгілерді жазып алып, қызды әйел құлыпталған сарайға апаруды өтінеді. Сарайға барған соң, ол бірнеше күн бұрын Хеленидің тұтқында болғанын есіне алады. Ол қандайда бір вирусты жұқтырған. Оның агрессиясын көріп, жас жігіт торды асығыс құлыптайды. Осы уақытта Лукас үйді тексеріп, жертөледе жасырынған медициналық зертхана жабдықталғанын табады. Қарапайым адамдардың ішінен ер адам бейнекамераны тауып алып, жазбаны қарайды. Дәрігер Джон Кук дәрінің қандайда бір түрін сынауға 90 күн жұмсамағанын айтады. Кадрлардан Лукас емделуге көмектескен бірінші науқас болғанын, бірақ ер адамның жазбаны соңына дейін көрмегенін көруге болады.
Көліктің дыбысы естиді. Бұл Шерен мен Джон барлаудан ораған болатын. Олар азапталған бір топ адамды кездестіріп, оларға шабуыл жасады. Бірақ ағашта ілулі тұрған бірнеше мәйітті көргенде олар шегінді. Шабуылшылар шіріген еттің иісіне шыдай алмаса керек. Камерадан жазбаны көріп, Шерен Лукастың жағын өтеді. Ол Джонды байлап, шұңқырды мәйіттерге лақтырады. Кейін ол өзін дұрыс ұстай алмай, қыздарға шабуыл жасайды. Шерен Лукасты атып тастамақ болғанда, бірақ ол тығылып үлгереді. Қытайлық әйел сол сәтте Джонға шұңқырдан шығуға көмектеседі. Ол бірдеңені түсіндіруге тырысады, бірақ ол проблемалардың көзі өзінен екеніне сенімді бола отырып, одан әрі қалуды сұрайды. Баланы көрген жерге келіп, ер адам бір нәрсені есіне түсіруге тырысады. Оның көз алдында өткен кадрлар пайда болады. Ол картаны сызып, ми үлгілері салынған қорапты біреуге беріп жатқанын көреді. Ол әскерилерге қажетті зерттеулерді жүргізе алатындай етіп жеткізуі керек. Қараңғыда қайтып кел жатып, Джон сол көлікті оның естеліктерінен және өлген жүргізушіден көреді. Көлікті қарап шыққаннан кейін ер адам құжаттарды тауып, инфекцияның қандай да бір түріне қарсы вакцина жасаумен айналысақанын түсінеді. Лукас орманнан шығып, оған укол салу керек екенін есіне түсіріп, оған жүгірді. Дәрігер дәрі-дәрмекпен қорапқа асықты, бірақ агрессивті адам оған рұқсат бермеді. Төбелес кезінде, Лукас оны соңғы күндері қатты қинағанын есіне түсіріп қайтыс болады. Шерен мен Эйтн өткенді еске алады. Олар белгісіз вирустың емін табуға тырысқан дәрігерлер. Адамдарды індет бүкіл әлемді шарпыған екен. Доктор Кукс пен оның командасы құтқарылуға тырысты. Лукас көмектесе алған олардың пациенті болды. Бірақ препараттың жанама әсерлері бар, қысқа мерзімді есте сақтау қабілетінің жоғалуы, жұқтырған ғалымдарды бұрышқа айдап жібергенде, Джон рация арқылы дереу өзіне дәрі енгізуге бұйрық берді. Оның әрекеті жүрек соғысын минутына 30 соққыға дейін бәсеңдетеді. Осыған байланысты адамды мәйіттен ажырату мүмкін емес. Қытай әйел вирусқа қарсы иммунитетке ие. Доктор Кук шұңқырға құлап кетпес бұрын тістеп алған, бірақ ол есінен танып қалғанға дейін вакцинаны енгізіп үлгерген. Қазіргі уақытта Нейт мен Шеренде жұқтырғандардан қорғанады. Олар таңертеңге дейін шыдады. Әскерилердің сырттан жұмыс істеп жатқанын естіп, жігіт жасырын түрде шығады, бірақ бірден оқ тиеді. Джон Шеренге көмектеседі, бірақ қыз ауыр жараланды. Олар ерлі зайыптылар болып шықты және ер адам ғашығына көмектесуге тырысады. Ол вакцина салады, бірақ Шерен қан жоғалтудан қайтыс болады. Джон қайтып келгенде, ол қайтадан ештеңе есіне түсірмейді. Қытай әйел оған арқан береді. Содан кейін оны орманнан үлкен карьерге апарады. Оның артында мыңдаған мәйіт үйілген. Қандай қайғылы соңы? Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.